Сәлем достар, сіздермен бүгін тыныс алу жүйесін талдайтын боламыз. Тыныс алу жүйесі ағза мен сыртқы ортаның газ алмасу процесін қамтамасыз ететін тыныс алу жолдарының жиынтығы, яғни оттегін жұтып көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу жүйесі жоғарғы және төменгі болып бөлінеді. Жоғарғы бөлігіне мұрын қуысы, ауыз қуысы, жұтқыншақ жатады. Төменгі бөлігіне көмей, кеңірдек, бронх, бронхиола, альвеола жатады. Мұрын қуысы қызметінен бастаймыз. Ауа мұрын арқылы қалқалы мұрын қуысына түседі. Әрбір бөлікті қалқада мұрын қуысының ішкі бетін ұлғайтатын 3 мұрын қалқаны орналасқан. Ол эпителий қабықпен және көп қан тамырларымен жабылған. Тамырлармен аққан қан түскен ауаны дене температурасына дейін жылытады, ал сілемейлі қабық ауаны ылғалдайды және шаң-тозаңдар мен микроорганизмдерді тұтып қалады. Тұтылған микроорганизмдерді лейкоциттер қорытады. Оны фагоцитоз процесі деп айтамыз. Қорытудан артылған шаң-тозаңдар эпителий түтіктері, яғни кірпікшелері арқылы сыртқа шығарылады. Мұрын қуысында жылытылған, ылғалданған және тазартылған ауа жұтқыншақ арқылы көмейге түседі. Көмей қызметі. Көмейді біз латынша ларингс деп айтамыз. Іші қуыс түтік, қабырғалары сіңір, буын және бұлшықеттермен қосылған бірнеше шеміршектен тұрады. Көмейге ас бөлшектері немесе басқа заттар түскенде, сондай-ақ қабыну процестерінде адам қатты жөтелгенде дем шығарылады. Бұл көмейдің тазартылуына әсер етіп, тыныстың төменгі бөлімдеріне зиянды заттардың енуіне кедергі келтіреді, яғни кеңірдекке, бронхқа бөгде заттың түсіп кетпеуін қадағалайды. Көмей ауаны жұтқыншақ арқылы кеңірдекке өткізеді. Кеңірдек латынша айтқанда трахея, өңештің алдында орналасқан, ұзындығы 9-13 см, диаметрі 15 мм түтік. Кеңірдек қабырғасының қабысқауына кедергі келтіретін шеміршекті жартылай сақиналардан тұрады. Сақиналар мойынның қандай қозғалысы болмасын, ауаны ұстап қалмайды. Өңешке кеңірдектің артқы жұмсақ қабырғасы жанасып, астың өңешпен еркін жылжуына мүмкіндік береді. 5-ші кеуде омыртқасы тұсында кеңірдек 2 бронхқа бөлінеді. Бронхлар өкпенің оң жақ және сол жақ бөліктеріне кіріп, тармақталып, бронх ағашын түзеді. Оң жақ бронх жуан әрі қысқа болады, сол жақ бронх жіңішке әрі ұзын болады. Ұштарындағы жіңішке тармақтары бронхиолалар деп айтады, өкпе көпіршіктері альвеолалармен аяқталады. Енді өкпенің қызметіне келетін болсақ, ол оттегін жұтып көмірқышқыл газын шығарады. Яғни қан айналым жүйесі оң жақ қарыншадан өкпе сабауы арқылы басталады, яғни кіші қан айналымы арқылы өкпеге веналық қан, яғни көк түсті. Бұл жерде оттегімен қанығып, көмірқышқыл газына ажыратылады, ал қызыл түсті артериялық қанға айналады. Көмірқышқыл газы өкпе көпіршіктеріне, альвеолаға, яғни өтіп, дем шығару кезінде ағзадан шығады. Одан кейін өкпеден шыққан қан сол жақ жүрекшеге келіп құяды. Сол жақ жүрекшеден сол жақ қарыншаға түседі. Сол жақ қарыншадан аорта арқылы артериялық қан ары қарай үлкен қан айналым арқылы дене мүшелеріне тарайды. Олардың жасушаларын ауамен қамтиды. Оны тұтыну барысында жасушалардан көмірқышқыл газы бөлініп шығып, қан қайтадан, яғни жоғарғы және де төменгі қуыс вена арқылы оң жақ жүрекшеге келіп құяды. Сіздермен бірге медициналық әлем каналы. Пайдалы ақпарат болған болса, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар.